Сіз үшін даналық деген не? Даналық деген адам бойындағы ең жақсы қасиеттердің бірі. Даналық ол ақылы мен терең мінез туындысы. Мен үшін ең дана адам ол Абай Құнанбаев болып табылады. Сіз үшін дана адам кім? Сәлеметсіз бе? Мен үшін дана адамдар өмірдің өткінші қызығына елікпей, адамзаттың мәңгілік тарихы үшін, адамзаттың мәңгілік рухани әлемі үшін еңбегін сіңірген тарихи тұлғалар. Қазақстанның тарихында да ондай ғұлама даналар бар. Олар мен үшін Абай Құнанбаев, ең алғаш Қорқыт Ата, Әбу Насыр әл-Фараби және Қожа Ахмет Яссауи. Мен осы кісілерді жатқызамын. Себебі бұл дана бабаларымыз рухани әлемін кеңіткен адамдар. Жауабыңдар. Ана тілі жүректің терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы жанның барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп сақтап отыратын қазына. Ғылым, білім кез келген адам үшін өте қасиетті, маңызды ұғым болып табылады. Себебі осы білім арқылы адам шыңдалып, өзінің алдына мақсат қойып оған ұмтылады, өзінің өмірлік жолын салып, өмірде өзінің орнын табады. Ғылым үйренем деген адамның ақыл-ойы айқын, ерік-жігері, тілек мақсаты, әділдік пен адалдық үшін талап жолында болуы шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіп құмарлыққа ұқсас әрекет мүлде болмаса керек. Ол ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің осы білім, ғылым жайлы айтқан айқын сөзі болса керек. Өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады. Себебі оның қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде сыңар жоқ азамат болады. Даналық ол әрбір адамның бойында бар қасиет. Біз оны оята білу үшін біліммен ұштастыруымыз керек. Білімділік ол адамның ең негізгі қазынасы. Біз оны Абайдың мынандай өлең шумақтарынан біле аламыз. Білім ділден шыққан сөз талаптыға болсын кез. Нұрын сырын көруге көкірегінде болсын көз. Жүрек айна көңіл ояу, сөз тыңдамас ол бояу. Өз өнері тұр таяу, ықпас сымбат. Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті деп бірінші ұстаз Аристотель айтқандай, білім мен өнер сіздің болашағыңыздың жарқын болуына бірден бір кепіл. Білім жайында жер бетіндегі ақын жазушының бәрі де қалам тербеді. Ұлағатты ой айтып, нақыл қанатты сөздері бізге мұра болып қалды. Дүниетану, білімге талпыну. Әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле қарамаса, тек аңша қарнын тойдырып, ұйқымен уақыт өткізсе, ешбір ілгері басу, өрлеу де болмас еді. Адамдардың белгілі бір жүйедегі ұғымдарының, деректері мен пайымдауларының және де тағы басқа да жиынтығы деп білеміз. Білім адамзат мәдениетінің ең ауқымды ұғымдарының бірі болып табылады. Олар сана, таным, әлем және де ойлау мен парасаттылықтың және де тағы басқа да күрделі ұғымдардың тығыз байланысы. Білім адамзат мәдениетіндегі ең ауқымды ұғымдардың бірі болып табылғандықтан, олар философия және де рационалды білім пайда болғаннан көп бұрын дүниеге келген болып саналады.